Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тазалық сақтаймыз. Соблюдаем чистоту. Бүгінгі сабақта балалар біз тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз және оған сәйкес сюжетті суреттер мен сызбаларды таңдаймыз. Ребята, сегодня мы на уроке будем отвечать на вопросы к тексту и будем находить иллюстрацию к тексту. Қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталаймыз. Будем повторять специфические звуки казахского языка. Ал енді балалар, сабағымыздың жаңа сөздеріне көшейік. Аула сыпырушы, дворник, сыпыру, подметать. Сыпырады, подметает. Қоқыс, мусор. Қоқыс жәшігі, мусорный контейнер. Тастаймын, бросаю. Тастамаймын, не бросаю. Тазалық сақтаймын, соблюдаю чистоту. Қайталаймын, аула сыпырушы, сыпыру. Сыпырады, қоқыс, қоқыс жәшігі. Тастаймын, тастамаймын, тазалық сақтаймын. Аула сыпырушы сыпырады, дворник подметает. Қоқыс тастаймын, қоқыс тастамаймын. Мен тазалық сақтаймын. Жақсы, балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңдар. Енді сурет арқылы жаңа сөздерді есте сақтайық. Аула сыпырушы, қоқыс жәшігі, сыпыру. Аула сыпырушы, сыпыру, қоқыс жәшігі. Балалар, жаңа сөздерді есте сақтаңдар. Есте сақта. Балалар, бүгінгі сабақта біз қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталаймыз. Ребята, сегодня на уроке мы повторим специфические звуки казахского языка. Это те звуки, которые есть только в казахском языке. Әже, ғ, аға, қ, қарындас, сіңілі, өшергіш, іні, үй, ұштағыш, гаухар. Балалар, қазақ тілінде дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болады. Ребята, в казахском языке гласные звуки делятся на твердые гласные и мягкие гласные. Жуан дауыстылар а, о, ы. Аула, уя, дос. Ребята, эти слова у нас твердые слова. Почему? Потому что в этих словах есть твердые гласные. Жіңішке дауыстылар, мягкие гласные. Ү, е. Әткеншек, үй, көз. Эти слова у нас мягкие, жіңішке, потому что в этих словах есть мягкие гласные. Жақсы, балалар. Тыңдалым. 116 бет мәтінді тыңда, түсініп оқы. Внимательно слушай текст, самостоятельно прочитай текст. Бұл аула. Аулада әткеншек бар. Мен достарыммен аулада ойнаймын. Аула таза. Аула сыпырушы ауланы күнде сыпырады.
Мен аулаға қоқыс тастамаймын. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Тағы бір рет оқимын, тыңдаңдар. Бұл аула. Аулада әткеншек бар. Мен достарыммен аулада ойнаймын. Аула таза. Аула сыпырушы ауланы күнде сыпырады. Дворник каждый день подметает двор. Мен аулаға қоқыс тастамаймын. Я не выбрасываю мусор во дворе. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Мусор бросаю в мусорный контейнер. Жақсы, балалар, түсініп оқысаңдар, енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Давайте попробуем ответить на вопросы. К тексту. Үшінші тапсырма 118 бет. Диалогты толықтырып айт. Дополни диалог и скажи. Сенің аулаң таза ма? Твой двор чистый? Ауланы кім сыпырады? Кто подметает двор? Сен қоқысты қайда тастайсың? Ты куда выбрасываешь мусор? Ребята, это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Ойлан. Сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендір. Ребята, вам нужно привести соответствие картины с предложениями. Аула сыпырушы аула сыпырады. Мен аулада достарыммен ойнаймын. Мен қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Балалар, сәйкестендіріп көрейік. Давайте, ребята, попробуем привести в соответствие картины с предложениями. Ал енді тексерейік. Давайте проверим. Аула сыпырушы аула сыпырады. Екінші сөйлем. Мен аулада достарыммен ойнаймын. Үшінші сөйлем. Мен қоқысты қоқыс жәшігіне тастаймын. Жақсы, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Ал енді, балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Желтоқсанның 9-ы тазалық сақтаймыз. Бірінші тапсырма 117 бет. Тыныс белгілерін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ребята, вам нужно расставить знаки препинания и написать предложение в тетрадь. Жақсы, балалар, қорытынды. Ал енді, балалар, бүгінгі сабағымызға қорытынды жасайық. Бүгін біз сабақта тыңдалған мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Мы отвечали на вопросы к тексту. Сюжетті суреттерді мәтінмен сәйкестендірдік. Приводили в соответствие картины с предложениями. Қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталадық. Мы повторили специфические звуки казахского языка. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.